2000 шақырым темір жол салған қазақ. Ол заманда темір жол салу қазіргі замандағы ғарыш кемелерін жасаумен тең болған. Өз заманындағы аса қиын технологиялар мен есептерді қажет ететін жұмысты қазақ баласы Мұхамеджан Тынышбаев қолына алады. Санкт-Петербург институтын байланыс жолдары инженері мамандығы бойынша бітірген Мұхамеджан Тынышбаев 1906 жылы темір жол трассаларын барлаушылардың есебін жасайды. 1914 жылы Тынышбаев Арыстан Бішкекке дейінгі жетісу жолының құрылысына басшы болып тағайындалады. Алайда революция мен азамат соғысы бұл жұмысты уақытша тоқтатады. Сібір, Жетісу және Түркістанды байланыстыратын жолдың құрылысы 1926 жылы қайта жанданып, Тұрар Рысқұловтың басшылығымен арнайы комитет құрылады. Комитетке инженер Мұхамеджан Тынышбаев кіреді. Тынышбаев басшылығымен жасалған жұмыс жобасының арқасында 25 миллион сом ақша үнемделіп, Түркісіб құрылысы бір жыл ерте аяқталады. 1931 жылы қаңтарда Түркісіб толықтай іске қосылады. Қазаққа қалаларды ешкім салып берген жоқ. Қалалар бізде 3000 жыл бұрында болған. Темір жолды да өзіміз басқарып, өзіміз салғанбыз.